Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біз оп-оңай дайындалатын казинакилер жасаймыз. Ең алдымен ыдысқа күнжутты салып, алтын түске енгенше қуырып аламыз. Біздің отымыз орташа болып жанып тұруы керек. Міне осындай түске енгенде оттан алып, бөлек ыдысқа күнжуттерді салып аламыз. Табамызға қантты, тұзды, балды салып, орташа отта араластырып отырамыз. Біздің қантымыздың түсі қоңыр түске енгенше араластырып отырамыз. Мінекей осындай түс болғанда үстіне күнжутты салуға болады. Үстіне күнжутты салып, жақсылап араластырамыз. Біздің сироп пен күнжут бірігуі керек. Содан соң оттан алып, тез-тез пергамент қағазының үстіне қоямыз. Содан соң екінші пергаментті үстіне қойып, оқтаудың көмегімен жаямыз. Содан соң пергамент бетінен алып тастап, өзіңіз қалаған формаға кессеңіздер болады. Мен кішкентай квадрат етіп кестім. Содан соң бұл казинакилерді толықтай бөлме температурасында кептіреміз. Кепкен соң ол өте қытырлақ, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Баршаңызға сәттілік тілеймін. Сіздермен болған Раушан.